Ассалаумағалейкум. Жақында анамның құрбысы бір әпкем өтініш қылды. Айналайын Әбілқайыр балам, сенің ақындық өнерің бар білем. Сен маған бауырым, інім Қанай деген сол үлген той жасап жатыр. Баласы үйленіп. Мұса деген баласы үйленіп той жасап жатыр. Сол тойға мен тілек айтуым керек. Сен маған өлең шумақтарменен әдемілеп тілек жазып берді. Келіннің аты Несіпгүл деді. Мұса деген баласы үйленіп жатыр. Соған жас шумақтарды тілек жазып берді. Жоқ деп айта алмадым, жарайды дедім. Сол тілекті сіздерге оқып бергім келіп тұр. Өйткені керемет жазыпсың деп айтты маған. Соны қабыл алыңыздар. Жан бауырым Қанай, келінім Несіпгүл. Кеше ғана айтып жүрің бесік жар. Бүгін міне сол ұлдарың ер жетіп, отау тігіп ашып отыр Есікгүл. Ұлың жақсы болса деген бір бақыт, қызың жақсы болса деген мың бақыт. Мұса жанның таңдап алған қосағы, сол келінің жақсы болса шын бақыт. Шын бақытты болғаныңды қалаймын. Біздер 6 әпшесіміз Қанайдың. 6 қызға төркін болған бауырым, мен өзіңді биік тұлға санаймын. Тойы тойға ұласын, тарқамасын, ата жебіп немере арқаласын. Несіпгүлмен екеуі қолтықтасып, араласын, әлемнің бар қаласын. Себебі енді келін алды, той тойлап, қыдырып жүре беріңдер. Тойларың тойға ұласын, аман болыңдар. Деп, жыр шумақтарын жолдадым. Ол кісі зор, керемет деп қуанып, тойға барып, тілекті айтып, аман есен келді. Осындай жыр шумақтарын сіздер де өздеріңіздің бауырларыңызға арнатып алғыларыңыз келсе, маған хабарлассаңыздар болады. Сіздерге де жазып беруге дайынмын. Сау саламатта болыңыздар. Той көп болсын. Тойға шашылайық. Аман болыңыздар.